мамама 2 күн трамадол салып ұйықтатып тастаған, қайта аяқтарының бәрі ісіп жүре алмай қалған. 20 минут есікті қағып тұрдым, өлі денесін ол жерден алып қайтқан. Ауруханалардың не керегі бар бізге? Қара халықты алдап, барлық сыбайлас жемқорлық болып кетті ма? Сонда мен орнынан кеткенін қалаймын. Бөлім меңгерушісі болып отыруға ешқандай хақысы жоқ. Мен Айтимбетова Жанар Рысбайқызымын. Сәуірдің 17 күні осы Леңгір қалалық ауруханасына анамды апарып жатқыздық. Жедел түрде жатқыздық. Жүрек тұсынан қатты шаншу болғаннан кейін терапия бөлімінің меңгерушісі Оханова Айгүл қабылдап алды. Бірақ енді мен ол кісінің ешқандай да көмек көрсеткенін көрген жоқпын. Анама 2 күн бойы ешқандай жағдай жасалмаған, ешқандай анализ алмаған, аяқтарының бәрі ісіп жүре алмай қалған кезде, алайда мен барған кезде айтып кеткем, тропонин анализін алыңыздар, ол кісіде жүрек или кардиологияға направление беріңіздер деп. Бірақ онда ешқандай көмек көрсетілген жоқ. Анамды кардиологияға алып кеттім мен. Апарған едік, ол жерде сразу анализ алды да жатқызды кардиологияға, реанимацияға алып кіріп кетті жедел түрде. Бірақ Төле би қалалық ауруханасынан шығарып келіңіздер деді. Түнгі 4:30-да келдік біз ауруханаға. 20 минут есікті қағып тұрдым. Оханова Айгүл өзінің кабинетінде отырды. Оның медсестрасы айтты өзінің кабинетінде деп. Бірақ ол кісі маған есікті ашқан жоқ. Мамам 2-ші күні қатты комаға түсіп кетті да, енді қайтыс болды ғой. Дұрыс, бәріміз Алладан көреміз, бірақ оған дейін біз осы ақ халатты абзал жандардан барып көмек күтеміз ғой. Мен ол кісіні ешқандай да ол орынға лайық деп ойламаймын. Өйткені диагнозды да дұрыс қоймаған. Мамама 2 күн трамадол салып ұйықтатып тастаған, қайта. Сосын мен арызданып шықтым Асқан Байдуалиевке өтінішпен. Мен орнынан кеткенін қалаймын ол кісінің. Ол жерде бөлім меңгерушісі болып отыруға ешқандай хақысы жоқ деп. Маған 12 күннен кейін хат келді. Орнынан алынды деп. 2 медсестраға сол жерде сөгіс жарияланды деді. Айгүл Оханова өз орнынан босатылды деп. Жарайды, енді заңды жүзде болды ғой деп ойладым өзім. Бірақ кеше туыстарымыз сол жерге больницаға түсіп қалып, мен барсам, әлі де есіктің алдында ілулі тұр. Айгүл Оханова бөлім меңгерушісі деп. Дәл сол өз қызметінде отыр. Меңгеруші қызметтес қой, әлі? Иә. Терапияның меңгерушісі. Барлық сыбайлас жемқорлық болып кетті ма? Сонда бір-бірімен түгел бәрін жайлап, үндемей жауып, қара халықты алдап, осындай тірлік жасадық, осы кетті деп, сондай барлығына аңқау халық отыра береді деп ойлайды ма? Сонда менің мамам қайтыс болды ғой, бірақ ол кісінің алдында қаншама адам барады ғой. Сонда барлығына осындай, дәл осындай қарым-қатынас болатын болса, сонда онда ауруханаға барудың ешқандай қажет жоқ деп ойлаймын мен. Барлығы Алладан күтіп, үйінде жата бергендері дұрыс қой. Егер ол жерден ешқандай көмек болмаса, онда ауруханалардың не керегі бар бізге? Мен қаламаймын басқа да анасынан, баласынан, бауырынан қарап тұрып, аяғымен апарып, өлі денесін ол жерден алып қайтқанын. Әділдік болса деймін. Әр кім өзінің қызметін жауапкершілікпен атқарса деп сұраймын мен. Түркістан облысы Төле би ауданы 1 мамыр елді мекенінің тұрғыны Жанар ханымның арызы қаралып, мына жерде арнайы шаралар көрілген, қызметінен шеттетілген. Жалпы өкінішке орай Жанар ханымның айтуы бойынша ол кісі әлі де қызметінде отыр. Бұдан да басқа азаматшаларымызға осындай жағдай жасалса, олардың да жағдайы, халі не болмақ деп, бұл кісі біздің редакциямыздан өтініш сұрап, көмек сұрауда.